Сәлеметсіңдер ме, балалар? Міне жаңа оқу жылы да келіп жетті. Осы оқу жылы баршамызға құтты болсын. Я жас дос, сен тағы бір жасқа есейдің. Осыған дейін музыка туралы қаншама білім игердің. Бұл жөнінде сен бір сәт ойландың ба? Бұл оқулықтан сен қандай жаңа музыкалық білім аласың? Аз ғана таныстырып өтейік. Әр адам үшін өз отаны ерекше ыстық. Өйткені ол туған жері. Сондықтан да оқулығымыздың алғашқы беттері менің отаным Қазақстан тақырыбына арналған. Одан әрі адами құндылықтармен, халқының мәдени мұрасымен, мамандықтар әлемімен, табиғат құбылыстарымен танысасың. Қоршаған ортаны қорғауға талпынып, ғарыш әлеміне құлаш сермеп, болашақ туралы армандайсың. Мұның бәріне сені музыка өні жетелейді. Қазақ композиторлары мен әлемнің классик композиторларының таңдаулы шығармаларымен танысып, біліміңді толықтырасың. Музыка әсіресе әсем, терең ойлы музыка жаныңды толқытып, жақсылыққа тәрбиелеп, мейірімді болуға әсер етеді. Әсем музыка әлеміне қош келдің. Бұл бөлімнен әртүрлі көңіл күйдегі музыка мен отан тақырыбының байланысын зерттеп, талқылауды, музыкалық шығармадағы көркем бейнелерді, жанр түрлерін анықтауды және салыстыруды, тыңдалған музыкалық шығарманың әннің сипатын, мазмұнын, көркемдеуіш құралдарын анықтауды және салыстыруды, канон түрінде әннің қарапайым үзінділерін орындауды, ән, хор, симфониялық оркестр туралы білім алып, оларды ажыратуды үйренесің. Біз қазақпыз. Біздің туған жеріміз, отанымыз Қазақстан. Қазақстан кең байтақ, ата-бабамыздан мұра болып қалған туған жеріміз. Егемендік алған елімізді әлем таниды. Жеріміздің сұлулығымен, халықтардың бірлігімен мақтанамыз. Біз бақытты халықпыз. Еліміздің мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба және Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Гимн мемлекеттік рәміздердің бірі. Бұл музыкалық шығарма салтанатты мерекелік іс-шараларда орындалады. Балалар, енді бәріміз әнұранға қосылып бірге шырқайық. Балалар, енді біз отанымыз туралы өлең әлеміне саяхат жасаймыз. Балалар ақыны Әбдірахман Асылбек отанымызға деген сүйіспеншілігін Қазақстан елім менің атты өлеңі арқылы білдірді. Қазақстан елім менің, Қазақстан елім менің, ұлан байтақ жерім менің, кең пейілді кеңдігіміз, ата дәстүр ерлігіміз, Алтай, Ақтау, Атырауым, байлық тұнған атырабым, арқадағы астанамыз, алтын орда бас қаламыз. Туын тігіп теңдігіміз,
асқақтады елдігіміз, Қазақстан мәңгілік ел, жасай бермек жаңғырып жер. Міне осы өлеңді талдаңдар. Ақын еліміздің ғажап көріністерін жүрегінен шыққан қандай сөздермен жырлаған. Отан дегенді қалай түсінесіңдер? Өз еліңе, туған жеріңе деген сүйіспеншілігіңді қандай сөздермен білдірер едің? Міне осы өлеңнен кейін балалар төмендегі тор көздерді толтырыңдар. Жауаптарын ақынның өлеңінен және сабақ тақырыбынан тауып аласыңдар. Балалар, енді біз музыкалық саяхатымызды ән тыңдауға, күй тыңдауға және жаңа ән үйренуге арнайтын боламыз. Әуелі ақын Сырбай Мәуленовтың сөзіне жазған Серік Еркінбектің Дархан дала әнін классикалық жанрда аты аңызға айналған әншілеріміз Ермек Серкебаев пен Бибігүл Төлегенованың орындауында тыңдаймыз.
келесі тыңдайтын шығармамыз композитор, күйші Айтқали Жайымовтың күйі «Еркін елім». Міне осы екі шығарманы тыңдап болғаннан кейін балалар, оқулықта берілген сұрақтарға жауап ойластырыңдар. Әуелі әннің мәтінімен танысайық. Өнерімнің өзегі. Өнерімнің өзегі, туған жерім өз елім, күймен тербеп, ән салдым өрнегіндей өлеңнің. О, туған жер, сен ойласам елжіреп, қуанышпен дүрсілдейді жан жүрек. Батырлардың жігерісің, ақындардың жыр елісің, нұр халқымның іреңісің, тілегісің, тірегісің туған жер. Өмір бойы өрелі, өнерім боп демедің, бақыт тұнған күнімді сенен ғана көремін. О, туған жер, сен ойласам елжіреп, қуанышпен дүрсілдейді жан жүрек. Батырлардың жігерісің, ақындардың жыр елісің, нұр халқымның іреңісің, тілегісің, тірегісің туған жер. Өнерімнің өзегі, туған жерім өз елім, күймен тербеп ән салдым өрнегіндей өлеңнің. Күймен тербеп ән салдым өрнегіндей өлеңнің. О, туған жер, сен ойласам елжіреп, қуанышпен дүрсілдейді жан жүрек. Батырлардың жігерісің, ақындардың жыр елісің, нұр халқымның іреңісің, тілегісің, тірегісің. Батырлардың жігерісің, ақындардың жыр елісің, нұр халқымның іреңісің, тілегісің, тірегісің туған жер. Өмір бойы өрелі, өнерім боп демедің, бақыт тұнған күнімді сенен ғана көремін. Бақыт тұнған күнімді сенен ғана көремін. О, туған жер, сен ойласам елжіреп, қуанышпен дүрсілдейді жан жүрек.
терегесін, батырлардың жігересін, ақындардың жырелесін, Нұрғалғымның реңесін, тілегесін, терегесін, туған жер. Туған жерге арналған бүгінгі музыкалық саяхатымыз өз мәресіне жетті. Жаңа сабақтарға сәттілік тілеймін. Сау болыңдар балалар.